Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте оңай, қолжетімді заттардан мейіз қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен мейізімізге бір қасық ұнымызды қосып дайындап қоямыз. Ұнымыздың үстінен бір қасық қопсытқышымызды қосып, оны да толықтай араластырып дайындап аламыз. Қантымызға бөлме температурасына тұрған сары майымызды қосып, 1 минуттай ғана осылай миксерлеп аламыз. Бір жұмыртқадан қосып миксерлейтін боламыз. Жұмыртқаларымызды осылай бір-бірден салып қана толықтай миксерлеп шығамыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Осылай барлығын толықтай араластырып болған соң, ұнымызды 2-ге 3-ке бөліп осылай қосатын боламыз. Барлығын толықтай қосып тастамаймыз. Осылай 2 рет қана қосып миксерлейтін боламыз. Толықтай миксерлеп болғаннан соң мейізімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді формамызды майлап алатын боламыз. Осылай формамызды майлап болғаннан соң, барлық массамызды үстінен құямыз. Пешімізді алдын ала 170-180 градусқа қыздырып қоямыз. Осылай 180 градусқа 40-45 минутқа қоятын боламыз. Осылайша біздің пирогымыз дайын болып пісіп шықты. Өте жұмсақ. Барлықтарына ұнайтыны сөзсіз. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, менің парақшама тіркеліп, мені қолдай кетіңіз.